Бала бауыр етін. Қазыбек bizim елге белгілі болған кезі екен. Бірде-бір бала үшін екі әйел дауласып жатыр екен. Олар алдына келіпті. Бірінші әйел тұрып, мына баламды жас күнімде жоғалтып алып едім. Мына әйел тауып алды ма, әлде ұрлап алды ма, білмеймін. Әйтеуір асырап алыпты. Бүгін баланы танып, тауып алдым. Бірақ мына әйел өз балам деп бермейді. Екінші әйел тұрып, мына босқа жанбасып тұр, бұл менің балам, дейді. Қазыбек екі әйелді мұқият тыңдайды. Сәлден кейін, біреуін баламды жоғалттым, біреуін таптым дейсіңдер. Мен сендерге мынандай билік еткім келеді. Ол екі әйелге баланы екі қолына ұстатып қояды. Ол адыраспанын жоғары көтереді. Ол былай дейді: баланы сендерге ортасынан қақ бөліп берейін. Соған ризасыңдар ма? дейді. Балаға ие болып жүрген әйел: біреуге тірі бергенше жартысы болса да өзіме де қалсын, бөлсем бөл, дейді безеріп. Баланы таныған әйел: ойбай беке-ай, қайда жүрсе де тірі болсын, шама көрмейміз, деп безеп қалады. Қазыбек би былай дейді: мына бала жоғалтқан әйелдікі, өйткені амандығын тілеп тұр. Баласын бер өзіме деп билік айтып